Достар, сіздерге видео басталмастан бұрын мен сіздерге өзімнің инстаграм парақшамды көрсетіп кетейін. Бұл да 40 подписчикка, кәне 1000 подписчикке жеткізіп тастайық. Неге аз десеңіздер, мен жаңадан ашқан едім, сондықтан жеткізіп тастайық. Бәріне лайк басып кетейік. В общем, менің WhatsApp номерім де бар, міне. Осыған кірсеңіздер, сіздерді WhatsAppқа жібереді, сондықтан ал біз видеоны бастаймыз. Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Nani Gamer'мыз. Иә, достар, видео шықпалы көп болды. Достар, мен өзім арнамада көп кірген де жоқпын. 51 подписчик тапсыр. Үлкен рахмет. В общем, достар, біз бүгін белгісіз бірінші бөлім қарайтын боламыз. Оны қалам арнасын қарайтын боламыз, достар. Нұрлан қаламды көрдіңдер, соның екінші каналынан қарайтын боламыз. Бұған обязательно лайк бастым, тіркелдім. Достар, қазір біз қарайтын боламыз. Бастық. Белгісіз. Достар, мен сіздерге қалай шыққан айтатын боламын. Жақсы болды ғой. Сестер, бешкі дегендердің бәрін жауып бітірдік. Сене алмай отырмын. Біз шынымен де армандаған саяхатымызға кетіп бара жатырмыз. Айтпа деймін. Мен ойлап едім, бұл күн ешқашан болмайды деп. Алайда жолымыз болды. Ауа райы жақсы. Машина да жақсы жүріп тұр. Айтпақшы, қашан жетеміз Алматыға? Кеше түнде шыққанын әлі келе жатырмыз ғой? Енді келе жатырғанымызға 5 сағаттай болды. Ал Алматыға бару үшін әлі 32 сағат бар. Қойшы, шын ба? Ұзақ қой әлі. Ал сен қалай ойладың? Мен айтқан жоқпын ба, жол ұзақ болады деп. Қарашы, қандай керемет ауа райы. Тез жетіп алғанда қызық емес пе? Бәлкім сенікі де дұрыс шығар. Айтпақшы, құртпақ қой. Менде Алматыға баратын қысқа жол бар. Кеше бір досым маған осы картаны берген болатын. Осы карта арқылы 32 сағат емес, 25 сағатта жетуге болады. Жақсы жол болса болды енді. Жақсы жол секілді. Адамдар ол жолмен көп жүрмейді деп естідім. Өйткені білмейді осындай жол бар екенін. Онда жақсы ғой. Машиналар кесірін келтірмейтін болады, және оның есесіне біз тез жетеміз. Достар, паузаға бас жеріппін, келіңдер. Достар, керемет. Осының жалғасы шықсын десеңіздер, достар, мен неге реакция жасайсың десеңіздер, өйткені Нұрлан айтты маған жасай беріңдер деген алдыған бұрында кейін мен екінші бөлімінде шығаруға дайынмын, сондықтан сіздер лайк басып комментарий қолдап отырыңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Солмен барып көрейік. Бензин таусылып қалыпты. Жақсы, багажниктегі канистрлардан алармын. Канистрларды алған дұрыс болыпты. Сен ғой оларды салған? Қайдағы? Маған айттың ба не сал деп? Қатырасын, кетіп бара жатырғанда айтқан жоқпын ба канистрларды сала қойшы деп? Менің қолым босаған жоқ сол уақытта. Сен сол уақытта мен наушникпен жүргенімді көрмепсің ба не? Мен ешқандай канистрлар жайлы естімедім де. Өзім неге сала қоймадым кейін, немесе тексеріп жібермедім бе? Салдым ба, салған жоқпын ба дегендей. Жақсы, болған зат болды. Дұрыстай алмаймыз енді оны. Жақсы, телефоннан Әлішер деген досыма соғып көрейін. Әлішер. Бұл жерде сет ұстамайды екен. Не істейміз, Нұрлан? Қалай не істейміз? Жолда машиналар тоқтатып көреміз. Бәлкім біреу тоқтап бізге көмектесер. Жақсы, басқа таңдау бізде қалмаған сияқты. Тұрғанымызға жарты сағаттай болған болар. Шын айтқан екен, бұл жерде шынымен де ешкім жүрмейді екен. Саяхатымыз керемет өтіп жатыр. Жақсы, ештеңе етпес. Достар, мен сөйлемей жатсам көп кешіріңіздер. Машиналар әлі жүрмейді, өткен әлі сағат таңғы 5. Керемет табиғат екен мына жерлер. Қараймыз, достар, онан соң лайк басып кетейік. Қайдан білесің? Бәлкім орманда жыртқыш аңдар бар шығар. Егерде аю немесе тағы бір жыртқыш аң бізге шапса, сонда не істейміз? Қорықпа, ештеңе бізге болмайды. Керісінше олар бізден қорқатын болады. Не істейміз? Қазір көресің. Нұрлан, сен писк. Қайдан алдың бұлдар сені? Қорықпашы, Лейла, бұл менікі емес. Мен бұны осы жақында даладан тауып алдым. Кейін сатып жіберем деп ойлап едім. Ал енді орманға баратын болғасын, енді бізбен бірге алып кеттім осы затты, бәлкім керек болып қалар деп. Жақсы алып. Достар, мен сіздерге бір айтайын. Неге? Қараңыздар. Канистр. Мысалы салғанда, жоқ, ерте сақ болған шығармын. Канистрларын салмайтын. Қарайықшы. Бұл орманның ауасы иісі керемет.
жарты сағат болды. Қайтайық көлігімізге. Жақсы, қайтсақ қайтайық. Тоқташы Нұрлан. Ана ағаштардың артында біреу көрінген секілді. Қазір қарап жіберейін. Қазір дауысын сәл шығарайын. Шынымен де, Лейла, мында кел. Бұл жерде үй болады деп ойламадым, шын айтсам. Соны айтсам, қараш, мынау кәдімгідей заброшка үй ғой. Кіріп көреміз бе? Не істейсің ол үйде? Қайдан білесің, біреу тұратын болар сол үйде. Лейла, сен де қатырасың. Мына үйдің түріне қарашы, қандай адам тұрады деп ойлайсың мұндай үйде? Мына үйдің тұрғанына біршама жылдар болған болар. Бір адамның кезіне тастап кеткен бір дачасы шығар. Кеттік, көрейік. Менің ойымша қызықты болады. Жақсы. Сені көндіру мүмкін емес. Бірақ сразу айтамын, маған бұл идея ұнап тұрған жоқ. Ужас киноларда басты кейіпкерлер осындай үйге кіргенде ешқашан сосын сол үйден тірі шықпайды. Ол ужас кинода солай болады. Ал бұл шын өмір. Ешқандай құбыжық, елес дегендер өмірде болмайды. Болатындар бұлар тек қана маньяктар, бірақ маньякта мұндай үйде тұрмайды деп ойлаймын. Өйткені мына жақта свет жоқ, адамдар жоқ, жұмыс жоқ, ақша жоқ, ештеңе жоқ. Ал, есік соғып көреміз бе? Бәлкім біреу бар шығар. Достар, өте қызық. Тез ашшы енді, көрейік маньякты. Үйдің ішіне уборка керек екен. Лейла, уборка жасап жібермедің ба? Мен әрине уборка жасағанын ұнатамын, бірақ мына үйді жинау бірнеше жылға созылатын секілді. Так, екінші қабатқа кейін көтерілеміз. Кеттік бірінші, мына бөлмені көрейік. Нұрлан, бір жаман шіріген иіс сезіп отырсың ба? Бір иіс бар сияқты. Кеттік мына жаққа. Достар, мен бұны көрмедім әлі. Ебойт. Мұнда адамдар денесі жатыр, Нұрлан. Оскар беру керек саған. Қайдағы Оскар, Лейла? Мұнда келші. Көрме. Деймін. Не болды мына есікке? Неге ашылмай кетті? Берші маған, не болды мынаған? Нұрлан, бұл пранк па, айтшы. Ана өліп жатырғандар сен достарың ба? Айтшы тез. Лейла, Құмашқайдағы пранк бұл шынымен де болып жатыр. Мен сені алдамаймын ғой, білесің ғой. Кеттік, мен ана жақтан бір подвал көрдім. Сол жақ далаға апаратын сияқты. Тез кеттік. Нұрлан, енді мен бұл жерге ешқашан келмеймін. Кеттік көлігімізге. Сол ғой, кеттік. Мына көргенімізді енді ұмытып көр. Сен еще айтасың, ужас киноларда осындай болады деп. Бұл үйде явно бір маньяк тұрады. Бізге тез кету керек бұл жерден. Тез. Лейла. Анда қараш, ана жерде шынымен де адам тұр ма, немесе маған көрініп тұр ма? Белгісіз мынау. Нұрлан, мен де көріп отырмын оны. Шығыдық, кеттік, Лейла, қаштық. Менің машинама не болған? Жоқ, құрып кеткір. Лейла, мен бұл машина үшін қаншама ақшам кетті, ал енді оны біреу қиратып кетіпті. Кім деп ойлайсың? Білмеймін, Нұрлан, білмеймін. Маған вообще ұнап тұрған жоқ бүгінгі күн. Қалай ойлайсың? Бағанағы көрген адам шығар қиратып кеткен біздің машинаны. Білмеймін, бәлкім солай шығар. Бұл жерде бізден басқа және бағанағы адамнан басқа ешкім жоқ сияқты. Не болса да сол шығар деп мен де ойлап отырмын. Көрдің ғой, оның үйінде бірнеше адамдардың өлі денелері жатыр. Бағанағы адамнан барынша екеуміз алысырақ болуымыз керек. Кеттік, Лейла. Жаяу жол арқылы кеттік. Мына жерде қалу қауіпті. Просто топ. Достар, топ. Достар, сіздерге ұнаған шығар деп ойлаймын. Жалғасы шықсын десеңіздер 20 лайк жинап кетейік. Ал сіздермен болған мен Науник Гейм. Сау болыңыздар.